Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгінгі видеода біз сіздермен укулеле мен ағылшынша рэптайт дейтін музыканы үйренетін боламыз. Ең алдымен сіздер осы видео басталмас бұрын лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, тағы да комментарияға қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Ал біз өзіміздің видеомызға кеттік. Ең алдымен біз өзімізге керекті аккордтармен танысып. Олар ең бірінші аккорд бізде АМ аккорды, ол екінші ладтың төртінші струна ұсталады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Екінші аккорд бізде G аккорды, ол екінші ладтың бірінші струнасы, және де екінші ладтың үшінші струнасы ұсталады, сосын үшінші ладтың екінші струнасы ұсталады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Ең соңғы аккорд бізде С аккорды, ол үшінші ладтың бірінші струнасы ұсталады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Келесі кезекте бізде қағысы, ол бізде былай болады: төмен, төмен, жоғары, жоғары, төмен, жоғары. Ал мінекей достар, біз осылайша аккорды мен қағысын оңай түрде үйреніп алдық. Келесі кезекте мен сіздерге өзім тартып көрсететін боламын. Яғни мен қазір сіздерге ағылшыншасын қатты тарта аламын деп айта алмаймын. То есть ағылшыншамен күн көп келе бермейді. Сол себептен барынша түсіндіргенімше тартып көрсететін боламын. Ал сіздер лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Ал мінекей достар, біздің укулеледе рэптайт музыкасын үйреніп шықтық. Осы видеоны ұнаса лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, және де комментарияға қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше достар, біз сіздермен тағы да көрісетін боламыз.